Бұл өмір құндылықтардан тұрады. Осы қиыншылықтар сіздің құндылығыңызды шайқайды. Өтірік ба, шын ба, соның бәрі қала бастайды ғой. Анау шын деп жүрегіңізде алдап жүрген құндылықтарыңыздың бәрі қап кете береді. Не бір жігіттерді көргенбіз ғой. Мен жаңалдегі ондай көйлек кимеймін деп басына іс түскен кезде одан да жаман көйлек киіп кеткен. Мен анандай тамақ жемеймін деген жігіттерді көргенбіз. Анау мен пиязы бар тамақ жемеймін деген жігіттерді көрген шығарсыздар өздеріңізде. Анау армияға барғанда немесе анау жұмысқа барып, вақтыға барып жатқан кезде пиязын теріп жеген шығар, қарны ашқаннан. Анау пиязын тере бер, маған еш нәрсе қылмайды деп. Өйткені бұл өмір ғой, сондықтан бұл өмір сіздің құндылықтарыңызды түзетіп береді да. Ана өтірік, өз-өзіңізді алдаған, мен ондай деген нәрсен бәрі қап кетеді. Шын нәрсе қалады, шынайылық қалады. Сондықтан осы бір кішкентай аят болса да біздің өмірімізге сабақ. Ал бірнеше аяттарды жеңілдеу қылып өтуге әрекет жасайық. Алла Тағала сөзін жалғап айтады: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ. Муфратун, муфритун. Алла Тағала Құранда айтады: Аллаға сенбейтін адамдар өздері жек көретін нәрсесін Аллаға беріп қойғанды қатырады дейді. Ватасифу әлсинатухумул кәзиб, сөйтіп өздері өтірікке, өздерінің өтірігіне өздері алданады. Анна лахумул хусна, біз тура жолдамыз, біз жәннатқа кіреміз деп өз-өзін алдағаннан басқа несі бар? Ла жарама, жоқ, олай емес. Анна лахумун нар, оларға дозақ болады. Ва аннахум муфратун, олар сол жерде қалады мәңгі бақи. Егер муфратун десеңіз, сол жерде қалады деп айтылады. Муфритун дегенде қырағат бар екен. Үйтетін болсаң, сол жерге жөнетіледі деп айтылады. Екеуі де бір мағына. Мағынасы жақын. Айтпағы Алла Тағаланың. Аллаға сенбейтін адам өз-өзін алдаумен жүреді екен ғой. Адам бірақ ше, қызық қой енді ше, өтірік дегеннің орны көп қой. Соның ең жаманы ше, өтірік екенін біле тұра өзі соған сенген өтірік жаман. Түсінесіз ба? Ана бір адам айтпақшы ғой, ана пәленше жаман өтірікші дейді. Сөйтсе екіншісі айтады екен, ол өтірікші еш нәрсе емес қой дейді, өтірікті бәріміз айтамыз дейді. Бірақ ең жаман жері ол өзінің айтқан өтірігіне сенеді ғой дейді. Анау кейде сен өтірік айтсаң да ол өтірік екенін біліп тұрасың ғой дейді. Бірақ анау өзі өтірік айтып тұрып, соған сенеді ғой тағы өзі дейді. Құдай сақтасын сондай адасудан. Кейбір адамдар бар ғой, өзі осы жалған өмірге жалған екенін білет. Бұл өмірдің басы барда аяғы барын білет. Бұл өмірде еш нәрсе тұрақсыз екенін білет, бірақ өз-өзін алдайды. Мен мәңгі бақи қаламын дейді. Қалай қаласын? Мәңгі бақи деген нәрсе бар ма бұл өмірде? Өз-өзін алдайды, мен жәннатқа кірем дейді. Ай, жәннатқа кіру үшін не істедің жәннатқа кіретін? Мен ондаймын, мен жақсымын дейді. Немесе өз-өзін алдайды, мен жүрегім таза дейді. Мен намаз оқымай қойсам да болады, мен жүрегім таза дейді. Жүрегі таза адам намаз оқи береді. Қайта жүрегі таза емес адам ғой намаз оқи алмайтын. Жүрегі таза адамды не нәрсе тосады намаздан? Құран-ы Кәримде сол үшін айтады: Мә ғаррака би раббикәл кәрим. Ей адам баласы, жомарт болған Раббыңнан сен не нәрсе алдап қойды? Не нәрсе сені намаздан тосып, не нәрсе сені Алланың жақсылығынан тосып жатыр? Әлләзи халақака фасауака фаадалак фи айи сурати ма шаа раккабак. Сені өзінің қалаған суретімен жасап, сені теңестіріп, суретіңді әдемі қылып, осындай керемет қылып, жүйелеп берді өміріңді. Сондай әдемі жүйені көріп тұрып, сені не нәрсе тосып қойды дейді.